біз ерекше күн, әскери техникалық мектептің құрылған күнін атап өтудеміз. Бұл тек елдің қорғаныс қабілетін ғана емес, рухани қуатын да қорғап тұрған ұстаздардың мерекесі. Бүгін әскери техникалық мектептің 25 жылдығын атап өттік. Егеменді ел болғалы біз өзіміздің қарулы күштерге мамандар дайындығы керек болды. Сондықтан 2000 жылдан бастап 15 мамырда үкіметтің қаулысы шықты. Сол бойынша осы елімізде 17 мектеп құрылған еді. Сол мектептерде әртүрлі мамандар дайындалды. Қазіргі кезде 13 жылдан бастап мына 29 мамандықпен дайындап жатырмыз. Мынау әскеріміз дамып жатыр, технология, техника бәрі өзгеріп жатыр. Содан біз әлемнен біз қалуға тиіс емеспіз. Біздің болашағымыз жастар. Солардан назар өте жақсы аудару керек.